Негізі енді чекап шынымен де актуалды проблема. Көпшілік енді бұған дейін шетелде тапсыру керек деген түсінікпен келген. Бірақ на самом деле оны біз үйімізде жүріп ақ тапсыра аламыз. Басына күн түскен кезде әйтеуір ол ақшаны табады. Жалпы тұрмыс құрмай тұрып, жыныстық қатынасқа бармай тұрып инфекциялар тапсырып алған абзалырақ. Армысыз құрметті көрермен, бүгін доктор Аида Мұхтаровнаның каналында қонақта дәрігер Аида Мұхтаровна. Аида ханым, өзіңіздің каналыңыздағы сұхбатқа қош келдіңіз. Рахмет. Бүгін біз осы арнайы YouTube арнамыздың оқырмандары, көрермендері үшін осындай бір әдемі жылы форматта интервью жасамақшымыз, өткізбекшіміз, е. Алғашқы сұрақты бәріне қызық болатын чекап туралы бастасақ, енді соңғы кездері қазір чекап трендте, өтіп келіп жатқандары бар, өтіп жатқандары бар, өтпесе де естіп жатқандар көп. Жалпы чекапты не үшін адам тапсыру керек? Және бір мерзім болады ма? 1 жылда 1 рет, 5 жылда 1 рет деген сияқты. Сол туралы бір толығырақ көрермендерге айтып берсеңіз. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Өзім каналымда өзім қонақпын. Аллаға шүкір. Негізі енді чекап шынымен де актуалды проблема. Өйткені көпшілік енді бұған дейін негізі шетелде тапсыру керек деген түсінікпен келген. Бірақ на самом деле оны біз елімізде, өзіміздің үйімізде жүріп ақ тапсыра аламыз. Аллаға шүкір, ол жағынан бізде медицинамыз дамыған. Енді чекапты тапсыруға қай уақыт дейтін болсаңыздар, ол әрбір адам негізі жылына 2 рет тапсырған абзал. Енді тым болмағанда 1 рет тапсырса да оған да шүкір. Өйткені маған келетін пациенттер мүлде, мысалы 50 жаста, 60 жаста кісілер болса, мүлде өмірінде анализ тапсырмаған. Немесе УЗИ, общебрюшной полость, немесе щитовидкасын өмір бойы УЗИға түсірмеген адамдар келеді да. И уже қарасаң, анда узел, анда образование, андай проблема деген сияқты. Сондай нәрселерді пропускать етіп алмас үшін негізі адам жылына 2 рет тапсырған абзал. Чекап қымбат деп айтып жатады, біздің халықтың ойынша, пікірінше чекап өте қымбат. Негізі бұл пікірге қалай қарайсыз? Өте күшті сұрақ. Негізі былай салыстырмалы түрде қарасақ, адамдардың көпшілігі түсінбейтін нәрсе, ол ауруды алдын алу, ол қымбатқа соғады деп ойлайды. Немесе чекап тапсыру, ол лишний трата денег деп ойлауы мүмкін да. На самом деле бұл керісінше. Егер біз ауруды енді келе жатқан қант диабетін, инсулин резистентный состояние кезінде тауып алсақ, онда біз просто питаниемізді дұрыстау арқылы денсаулығымызды түзей аламыз да. Или спорт, ұйқыны дұрыстау арқылы деген сияқты. Ал уже сен сахарный диабет кезінде анықтасаң, онда обратный путь өте ұзақ, қиын, даже кейде ол қалыпқа келмей қалуы да мүмкін да. Сондықтан уже ол кезде біз полностью бүкіл органымыз кетіп қалуы мүмкін дегенде ғой. Немесе жаңағы егер өтте застой болса. Мен өзім өтпен көп жұмыс жасағаннан кейін осы примерді көп қолданам. Мысалы, өтте застоймен адамдар келеді. Қазір мысалы оқырмандардың арасында қаншама адам бар, өтінде застой бар. Бірақ ол ойлайды, ай, застой ғой дейді. Ничего страшного, застой дейді. Бірақ ол кісі маған 1 жылдан кейін жазуы мүмкін. Аида Мұхтаровна, алдыңғы жылы мен сізге қаралған кезде өтімде застой еді, уже менде тасып пайда болды. Енді не істеймін дейді. Күрделеніп күшейіп кетті. Бір жылдың ішінде бізде не үшін біз биохимический анализдерді 10 күнде тапсырып отырамыз? Өйткені бізде биохимия ол каждый секунд, минутта ауысып жатыр да. Біз 1 жылдан кейін ағзамыз не болып кететінін білмейміз. Өйткені неше түрлі стресс болуы мүмкін, неше түрлі табиғаттағы жағдайлар болуы мүмкін, неше түрлі тамақтар жеуіміз мүмкін, дұрыс ұйықтамауымыз мүмкін деген сияқты көп процесстер бар. Организмде клеткаларға, реакцияларға әсер ететін. И сол үшін де біз 10 күн сайын анализдерімізді тапсырып отырамыз. Яғни 10 күн алдындағы организмдегі болып жатқан процесс 10 күннен кейін мүлде басқа нәрсе көрсетуі мүмкін. Енді мына жерде көрермендер 10 күн сайын тапсырып отыру керек па деп түсінбей қалмасын, олай емес. Жоқ, хотя бы жылына 2 рет ол жақсы. Сондықтан міне өтінде тас болды ма, ол уже хирургтар оны удаление жасады дейді. И полностью біз өтті алып тастаймыз да. Бір ағза кем. Бір ағза уже жоқ. Уже одан кейін уже өтке май жиналу, бауырға май жиналу, одан кейін фиброз, сосын жаңа онкология деген сияқты нәрсенің прямой путь ашылады да. Сондықтан негізі Аллах бізді қорғаған ғой, түрлі нәрселермен қорғап тұр да.
біз сол мүмкіндіктерді пайдалануымыз керек қой. Яғни мысалы анализ тапсырып просто соны алдын алуымыз керек деген сияқты. Сол арзанырақ шығады десеңізші. Сол өте қатты арзан шығады. Финанстық жағынан да, денсаулық жағынан да, қай жағынан алып қарасақ та алдын алған, тексерілген әлдеқайда. Мысалы қараңызшы, қазір жарнамалар көп. Бір нәрсе онкологиямен ауырып жатыр, бір нәрсеге сбор, анаған мындай деген сияқты сбор көп. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр. Аллаға шүкір, бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады. Қараңызшы, ол адамдарда сондай 9 миллион, 20 миллион ақша жоқ қой. Бірақ басына күн түскен кезде, сол ауру туылса, ол әйтеуір ол ақшаны табады. Бірақ ол жерде қандай миллион ақшаларды? Базовый чекқа миллион кетпейді ғой. Жалпы осы жерде бір қызық сұрақ туындайды да, біздің халықтың денсаулыққа деген көзқарас деңгейі қандай өзі? Біз тәуелсіздік алғалы бері өстік па? Қазір денсаулығына қарайтындардың саны көбейіп келе жатыр ма? Енді сіздер тікелей жұмыс істейсіздер ғой. Бірақ әлі де бір бас шайқайтын, әттеген-ай дейтін ситуациялар өте көп. Соның өзінде қазір өзгеріс бар ма бұрынғыға қарағанда? Мен енді онлайн жүйеге 2019-да өттім ғой. Оған дейін әдеттегі поликлиникада пациент қабылдаған адам ретінде айтатыным. Ол жерде, ол кездегі енді 2015 жылдар мен қазір 24-25 жылдарды салыстырсақ, әрине әйтеуір өзгеріс барды. Аллаға шүкір, онлайн жүйеде уже мен 2019-дан бері примерно 6 жылда біраз өзгеріс бар. Өсіп қалды, халықтың? Сәл өсу бар. Өсіп қалды. Демек, сол өсіп қалғанның да бір көрінісі болса керек. Қазір Турцияға барып, Түркияға барып, Кореяға барып чекап өтетіндердің саны көбейген, әлдеқайда артқан, Бірақ ол тағы да жаңа қымбатшылыққа келіп тіреледі. Бірақ енді біздің қазақтың сөзі бар ғой, ауылдағының ауыз сасық деп, негізі шынымен де көп адамдар сол чекапты басқа елге барып, жаңағы жолына ақша құртпай-ақ, өзі елде тапсыруға болатындығын білмейді. Соған жол көрсете алмайды деген секілді ғой. Негізі қайсысы дұрыс сіздің көзқарасыңызша, шынымен де біздің азаматтарымыздың шетелге ағыла бергенінің қаншалықты пайдасы бар? Просто мынадай жағдайлар көп болады да менде. Сол Турцияға, сол Кореяға, сол Израильға барып тапсырып келгендер, ол проблеманы шешіп келмейді да. Просто так чекап тапсырды деген атаумен келетіндер де көп басшылық да. Енді бәрі деп айта алмаймын, но в основном сондай. Сөйтеді да, мысалы бізге келіп, мысалы маған келеді да, Айдың осындай анализдер тапсырдым, бірақ мен толық не айтылған түсінбедім деп келеді. Яғни ол жерде анализ тапсырған бір бөлек әңгіме, одан кейін ол анализдерді дұрыс оқи алу, оған интерпретация жасау, ол басқа әңгіме да уже. Яғни сен, ладно, проблемаңды білдің, бірақ оның түбін шешу, ол уже дәрігердің жұмысы болады да. Сондықтан, можно басқа мемлекетте тапсыру, бірақтан да сіз оны қандай мақсатта тапсырып жатырсыз. Егер сізді шынымен деп мазалайтын нәрселер болса, менің ойымша лучше елде емделген, біріншіден тиімді, екіншіден сен ол дәрігердің тілін білесің, үшіншіден сен любой моментте оны тауып аласың, төртіншіден сен оның бақылауында боласың. Басқа мемлекеттің дәрігерінің бақылауында болу, өкінішке орай, ол көп жағдайда қиынырақ болады. Даже онлайн қаралғанның өзінде ол көп жағдайда қиынырақ болады. Өйткені мен қаншама пациенттерім бар, мықты профессорларда, жаңа сырт мемлекетте болып, наблюдениесіне болған, но олар мардымды жауабын ала алмайды. Менталитет бөлек, оның тілінде сөйлей алмайды, және оған біздің қазақтардың дәрігер сияқты жаны ашымайды. И ол біздің менталитет түсінбейді. Біздің қазақтардың кешке жаңа ет жейтінін білмейді, мысалы. Тойға баратынын білмейді. Біздің тойда ғанандай роскошный дастархан болатынын білмейді деген сияқты. Сондықтан ол ішкі кухняны бәрібір біз өзіміз қазақ қана түсіне алады ғой. Сондықтан, конечно, для панты тапсыруға болады, но мен ойлаймын, наоборот, өзіміздің елде, үйімізде жүріп, рахаттанып, үйімізден жүріп тапсырғанға не жетсін, кез келген нәрсені. Дұрыс. Енді қараңызшы, мысалы, мен тапсырғым келді, немесе бір сіздің оқырманыңыздың, көрерменіңіздің ішіне бір адам тапсырғысы келді. Ол қандай чекаптың анализдер тапсыру керек екенін қайдан біледі? Бір поликлиникаға бару керек па, немесе оның бір арнайы бекітілген анализдердің тізімі бар ма деген сияқты ғой.
Негізі осы базовый чекап кітабын, менің негізі сен салон сен миллиондардың кітабында ол тізім бар. Және біз мына кітапты шығарып жатырық. Көріне ма былай? Анализ талдау кітабы. Вот бұл жерде ер адамдар қандай анализ тапсыруға болады, әйел адамдар, балалар қандай тапсыруға болады, үлкен кісілерге, жүкті әйелдер. В общем, әр жастағы, әр кезеңдегі адамдарға арналған базовый чекаптың тізімі бар. Демек, ол жерде ол жаңа кітабыңызды алған адамның қолында барлық тізімдер тұрады, анализ тапсырады. Жақсы. Енді адам анализ тапсырды делік, бізде көптеген зертханалық енді лабораториялар бар ғой. Адам бәрін тапсырып келді. Бірақ жаңа айттыңыз ғой, біздің Қазақстанда дәрігерлерге тексерілген жақсырақ деп, жаңағы басқа шетелдің дәрігерлеріне қарағанда деп. Яғни сол анализдерден де оқу керек болады, жағдайын көру керек болады деген сияқты. Бірақ сол кезде кімге баратын адамдар білмейді. Мысалы, мен тапсырдым, жақсы, өзімнің жасыма сай, чекаптан барлық анализдерін тапсырып өттім, бірақ мен енді гормондарым дұрыс емес болса, мен эндокринологқа баруым керек. Мен зрением нашар болса, мен окулистке баруым керек. Тағы да сондай әртүрлі мамандарға барып кетем. Ол тағы мияшу, білесіз, әрқайсысымен жүресің, әрқайсы түрлі дәрі береді деген секілді. Бұл проблеманың менің ойымша шетелге кететіндердің көбісі бәрі бір жерден барады. Сол жердің барлығының консультациясына бір кіріп шығады. Сол үшін ыңғайлы секілді. Ал біздің Қазақстанда бұл жағдайды қалай тиімді шешуге болады біздің ситуациямызда? Біздің ситуацияда бізде Құдайға шүкір интегративный превентивный медицина қазір дамып келе жатыр. Мен өзім қазіргі уақытта интегративті превентивті дәрігерлерді оқытып жатырмын. Наставничествомда уже бірнеше дәрігер бар. Бұл жағдайды именно осы дәрігерлер шеше алады. Яғни антивозрастной интегративті превентивті медицинаның дәрігерлері сіздің ағзаңызды полностью целостный бір тұтас ағза ретінде қарайды. Яғни сізде мысалы щитовидкадағы проблемаларды көріп, ол сізді эндокринологқа жібермейді. Немесе бауырыңызды айылдайысын қарап, ол үшін сізді гепатологқа жібермейді. Оның барлығын осы дәрігер полностью сіздің чекапыңызды 1 сағат отырып талдау керек болады. Демек, дәл осындай дәрігерлер бар біздің елімізде. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір бар, дамып келе жатыр деген секілді. Сіз өзіңіз осы саланы қайдан оқып қалай меңгердіңіз? Және қазір айттыңыз ғой, оқытып жатырмыз деп. Ол кісілерді қалай бағыттап жатырсыздар? Енді міндетті түрде бір медицина мамандарын дайындап жатқан шығарсыздар, соны ары қарай дамытып деген секілді. Бұл консультацияның деп айтайық, немесе бұл қызметтің деп айтайық, шамамен бағасы қанша болады? Және қандай қызметтер кіреді? Ол қанша уақыт алады? Бір адам оған міндетті түрде сізге офлайн келіп алдыңызға кабинетіңізге келу керек па, немесе онлайн алуына бола ма деген секілді ғой. Яғни адамдарға қызықта жалпы ары қарай назначениені береді ма ол адам, бақылай ма ары қарай деген секілді. Сол туралы толығырақ айтып берсеңіз. Жалпы мен бұл медицинаны 2015 жылдардан бастап ізденіп бастадым. Ең бірінші жаңа оқыған білімім ол нутрициология саласы болған. Содан кейін мен превентивті интегративті дәрігерлердің академиясына түстім 2 жыл, оның барлығын Мәскеуден оқыдым. Одан кейін уже натуропатия академиясын бітірдім. Одан кейін Франциядағы антиэйдж медицинасын жалғастырдым. Солай жылдар бойы әлі оқып келе жатырмын. Яғни ол медицина бізде недоступны ғой. Интегративті превентивті медицина сол Еуропа жақтарда өте жақсы дамыған. Және ол альтернативный медицина дейді ғой. Яғни біздің традиционный медицинаның шеше алмайтын мәселелерін шешеді. Яғни бәрібірде біздің основамыз, біліміміз біздің елімізде беріп жатқан жаңағы традиционный медицинаны ол фундамент, и соның үстіндегі болатын білім ғой. Яғни біздің өзім поликлиникада государственный уровенде шеше алмаған нәрселерді біз сондай білімді жетілдіру арқылы қазіргі уақыттағы нәтижелер осы алып жатқан білімдердің нәтижесі деп ойлаймын. Енді жаңағы услугаға келетін болсақ, услуга әр дәрігердің жаңағы білім деңгейіне байланысты және кейстеріне байланысты, нәтижелеріне байланысты ол әрқалай болып табылады. Но енді среднем біздің Қазақстанда 50 мыңнан жоғары ондай дәрігерлердің услугасы и 300 мыңның аралығында. Жақсы. Онлайнда, офлайнда негіз қаралуға болады. Негізі мынандай ғой, егер біз әр дәрігерге жеке-жеке төлеп шығатын болсақ, ол 50 мыңнан да, ол 300 мыңнан да жоғары болып кетеді ғой, если кіретін болсақ деген секілді. Демек, жаңа айтып қалдыңыз, өзіңіз оқытып жатырмыз деп.
осындай шәкірттер таңдаған кезде бір нәрсе мән бересіздер ме белгілі бір дүниеге? Иә, міндетті түрде дәрігерді аламыз. Яғни высший медицинский образованиесі болу керек, және ол жаңағы опыты болу керек. Яғни дәрігер ретінде пациенттерді қабылдаған опыты болу керек. Сол ең басты критерийіміз. Және оқыту барысында жаңа определенный экзамендер болады, диплом защита деген сияқты сол критерийлерден өткеннен кейін уже біз ол кісілерге жаңағыдай жұмыс жасауына қажетті нәрселерді ұсынамыз. Яғни тыңдап алып, бір көріп алып, мен осындай маманмын деп шыға алмайды, ол кісілер? Әрине, ол өте қауіпті. Денсаулықпен ойнауға болмайды деп қойсаңызшы. Мысалы, қазіргі уақытта маған ұнамайтын нәрселер бар. Мысалы, нутрициологтар. Мүлде медицинский образование жоқ, бірақ бір жаңағы Ресейден, бір жерден 3 ай, 6 ай жаңағы лекцияларды тыңдап алады, жаңа адамдарға баттар береді, укол салып деген сияқты. Даже дәрігерлердің өзі абайлап жасайтын нәрселерді оң солды беріп жатқан мамандар өте көп. Немесе health коучтар мысалы түрлі баттарды как попало беріп тастайды. Ол деген қоғамда болып жатқан ең сорақы нәрсе. Сондықтан медицинский образование жоқ адамдарға жалпы бұндай нәрселермен айналыспаған дұрысырақ деп айтамын. Жалпы мен пациенттерге айтамын, лучше білімсіз ішкен баттан дым ішпей ақ қойшы деймін. Осы ағзаң бар қалпында жүре бер деген сияқты ма? Сол жақсырақ. Бүлдіріп алма деп қойсаңызшы. Жақсы. Мынандай нәрсе бар ғой, мысалы, бір дәрігерлер, енді сіздің аудиторияңызда қазір қарапайым халықтан бөлек, бір сіздің салаңыздың мамандары болашақ көреді, немесе қазір уже маман болып қойған кісілер, енді болашақта дәрігер болғысы келетіндер деген секілді. Осы жерде бір сұрақ туындайды да, бұл саланың болашағы қандай деген. Негізі, егер бұл сала шынымен де бір дәрігерге барлық саланың, барлық адамға бір тұтас ағза ретінде қарап көмектесе алатындай болса, демек әр дәрігер меңгеріп алса өте жақсы болады екен, бұл нәрсе. Әрине, бұл болашақ медицинасы. Бұл уже бұл медицина бізде дамып жатыр деген сөз, ол уже гүлденіп жатыр да. Өйткені біз қазір осыған дейін қандай жүйеде келдік. Яғни, жаңағыдай бізді бөлшектеп қарайтын медицинаның жүйесінде келдік. Сізде мысалы эндокринологиялық ауру болса эндокринологқа барасыз, гинекологиялық ауру гинекологқа барасыз, ревматологқа деген сияқты. Іште мысалы іштегі проблемалар брюшной полости, бауырда проблема болса гепатолог қарау керек, инфекционист қарау керек. Сол кезде сіз бөлшектелесіз. Мысалы, машинаның моторын бұзылған кезде, оны әртүрлі адам жинаса, ол машина жүрмейді ғой. Тура сол сияқты адамды әртүрлі дәрігерлер қараған кезде, ол адамда бір пазл құрылмағандықтан әртүрлі процесстер орнауы мүмкін. Мысалы, эндокринолог берген ауру, дәрі-дәрмектер, мысалы, уролог берген дәрі-дәрмекпен сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сондықтан да біздің әлем бойынша лекарственное отравление 3-ші орында тұр. Яғни бір адамды әртүрлі маман әртүрлі дәрілермен емдеген кезде пациент не істерін білмейді, әрқайсысын берген дәрілерін бір-біріне сәйкестендірмей ішкеннен көп отравление болады. И соның әсерінен қайтыс болып жатқан адамдардың саны көп. Сондықтан осы интегративно превентивный медицина не істейді? Ол как попал дәрілерді симптом бойынша бермейді. Яғни сіздің бір жеріңіз ауырып тұр, мысалы, басыңыз ауырып тұр ма, аналгин беремін деген нәрсе жоқ. Ол неден пайда болып жатыр? Мүмкін сіздің басыңыз ауырғаны просто обезвоживаниеден, сусызданудан болып жатқан шығар. Мүмкін сіздің басыңыздың ауруы ол анемиядан болып жатқан шығар. Мүмкін қан қысымынан шығар деген сияқты. Мүмкін қан қысымынан болып жатқан шығар. Соның бәрін жаңағы интегративті дәрігерлер полностью сіздің картаңызды ашады ғой. Яғни сіздің полностью кодтарыңызды не болып жатқан жаңа базовый чекап тапсыру арқылы, значит, надан екен ғой, надан. Яғни ол тек қана анализбен емес, сізге дейінгі, мысалы, пациент сіз дәрігердің алдына барғанға дейін определенный анкеталар толтырасыз. Сіздің анамнез морби, яғни өмір сүру жүйеңіз қандай, әлеуметтік неңіз қандай, статусыңыз қандай, психологиялық статусыңыз қандай, сіз жалпы үйде нешінші баласыз, сізді мамаңыз қалай туған, во время беременности мамаңыздың состояниесі қалай болған деген сияқты былай қарағанда элементарный нәрселер, бірақ сол информациялардың барлығы интегративный дәрігерге өте үлкен подсказка беретін ақпараттар да. Сондықтан біздің нутрицептикалық картамыз, мысалы мен өзім нутрицептикалық картам және жаңа дәрігерлеріме үйретіп жатқан нәрсе, ол бір анкетаның өзі примерно 10 бет болады да. И дальше ол жерге тағы да
жаңағы базовый чекаптың нелері қосылады. Сол кезде сізде кәдімгі үлкен бір карта болады. И дәрігер сіз туралы примерно толық ақпарат білу керек та. Сол кезде ол сізді бір тұтас ағза ретінде қарай алады. Ал мысалы 10-15 минутта терапевт дәрігер сіз туралы не біледі? Мысалы просто сіз бүгін қалай ауырып тұрғаныңыз, ұйқыдан қалай тұрғаныңыз туралы ақпарат баруы мүмкін. Но сіздің анау ауру қаяқтан басталғанын білу үшін оның бәріне ұзақтау отыру керек та. Даже біздің обмен карта деген болады ғой, әр адамның картасы. Соның өзін оқып шығуға бір қарайын десе де 15 минут уақыт жетпейді ғой, қараған кезде центрларда. Ал енді ол жерде сіздің бүкіл жаңағы анамнездеріңізден бөлек анализдеріңізге талдау керек, одан кейін уже сізге схема лечения жасалу керек. Схема лечения то же самое да. Мысалы біз тек қана дәрігер деген ол препарат беретін адам емес та. Яғни ол жерде сізді жүйелі түрде мынау болып жатқан проблемалардың жаңағы тамырын тауып, сол жерге комплексын жұмыс жасау. Ол жерде ұйқыңыз да бар, ол жерде режим дняңыз бар, ол жерде сіздің жаңағы рационыңыз бар, ол жерде сіздің көңіл күйіңіз бар, одан кейін жаңағы нутрицептикалық жаңағы ішетін заттарыңыз бар деген сияқты. Яғни сіз бір ғана дәрімен немесе бір чудо препаратпен анау қаншама келіп тұрған жалпы емдеп тастай алмайсыз. Яғни сіз мына проблеманы мысалы ішегіңіздегі запорды кетіру үшін сіз щитовидкаңызды дұрыстау керек болады, сіз анемияңызды емдеу керек болады деген сияқты. Сізге 3-4 түрлі байланыс бір-біріне қатысы жоқ. Иә, оның бәрін жаңа толықтандырып комплексына тұтас сізге бір схема құрылу керек та. Сондықтан бір андай дені сау болып жүру деген ол қазіргі уақыттағы роскошь қой. Яғни сіздің еш жеріңізде симптом жоқ, ауру жоқ, сіз өміріңізді каждый минут секундын деп рахаттанып сүре алу, еш жеріңіз ауырмай тұру, ол қазіргі өмірдің роскоші негізі. Сондықтан оған кәдімгідей біз өмірімізді арнауымыз керек та. Яғни біздің күнделікті істейтін әдеттеріміз ол біздің деніміздің сау болуына әсер беру керек та. Біз керісінше істейміз ғой. Мысалы мен бірінші кітабымның атын «Сен салғын, сен миллиондарың» деп қойғанның себебі қазіргі уақытта адамдар жаңағы ақша табу үшін, атақ даңқ үшін, білмеймін, танымалдылық үшін бүкіл денсаулығын беріп тастайды. Яғни түнімен де, күнімен де, стресске де, ештеңеге қарамай жұмыс жасай береді. Бірақ уже өзінде выгорание болып, бәрі бітіп, уже ештеңеге әлі болмаған кезде, мен денсаулығымды қарау керек еді деген сияқты әңгіме туады да. Сондықтан сенің саулығың ол сенің миллиондарың деп осымен байланыстырдық та. Сондықтан мен айтқым келгені жаңағы денсаулық құрымай тұрып, наоборот соны аялай отырып, біз артылған нәрсемен іс-әрекет жасауымыз керек қой, өзіміздің жаңа ақша табуымызға. Осы жерде енді бір сұрақ туындайды. Біздің халықтың, енді қарапайым халық көбінесе біздің Қазақстан медицинасына сенгісі келмейді, дәрігерлеріне сенгісі келмейді, содан ғой. Негізі демек зертханалық анализдердің өзін шетелге бармай-ақ біздің Қазақстанның өзінде де жаңа қан анализін, бүкіл чекаптың базовый анализдердің барлығын біздің елімізде де таза, анық көрсетіп бере алатын лабораториялар бар, былай алған кезде. Сол үшін басқа жаққа жүгіріп, шетелге шығып қатты керек емес. Ол жердегі проблема просто бізде референсный значение деген бар, и бізде оптимум деген бар. Мысалы витаминді 30 бен 100-дің арасында ол референсный значение тұрады. Біреуі төмен, біреуі жоғарғы значение. Бірақ 30 деген сөз ол норма деген сөз емес қой. Яғни оның оптимумы примерно бір 60-70 болады. Демек біздің витаминді 60-70 болса, это нормально. А 30 болса ол төмен деген сөз. Яғни оны дұрыс оқи алатын мамандар керек просто. А біздің лично мен өзім университетте оқып жүрген кезде бізге ол нәрсені үйреткен жоқ. Осы бойдан мен наставничество аштым да. Осылай пайда болды десеңші. Осылай мен наставничество ашып, и қазір дәрігерлерге сол нәрсені үйретіп жатырмын да. Яғни біздегі проблема просто анализдер дұрыс оқи алу ғой. Бізде енді білесіз ғой, дәрігерлердің почеркісі түсініксіз деген нәрсені көп айтамыз, бір әзіл ретінде де қарастырамыз деген секілді. Шынымен дәрігерлік бір терминдерді, медициналық сөздерді қараған кезде адамға бір қарапайым адамға түсініксіз. Осы кезде жалпы біздің көрермендеріміз болсын, кез келген адам жалпы қалай өзінің анализ талдауларын көріп бір хотя бы базовый деңгейін түсіне алады. Осы сұрақта көптеген мазалайды, себебі тапсырып қойып жүре беруі мүмкін. Егер сондай бір базалық деңгейді білетін болса да, базалық деңгейде көрсеткішті норма емесін адамдар білетін болса да, уже біраз аурудың, біраз асқынулардың алдын алатын еді. Себебі дұрыс емес екенін көріп тұрған адам бәрібір тексерілуге барады, ары қарай емделеді деген секілді ғой. Сондықтан біз қарапайым адамдар анализді қаншалықты оқи алу керек және базовый деңгейде қалай түсіну керек? Негізі мен айтар едім,
әрбір адам өзінің денсаулығы туралы базовый білім болу керек. Өйткені қазір сондай маркетингтің қатты дамыған заманда сіздің базовый біліміңіз болмаса денсаулық туралы, сіз әр көрінген бір рекламаға ілініп, көрінген бір өнімді алып, денсаулығын адам одан сайын ухудшать етіп жүруі мүмкін. Сондықтан базалық деңгейде сауатты болу деген сол ағзасын өзінің дұрыс деңгейін бақылай алу ғой. Соған мысалы мен осы анализ талдау кітабын жасадым да. Бұл кітапта не бар? Мысалы өзі адамдардың бізде проблемасы сол ғой, анализін тапсырады, и оны ашуға қорқады, немесе дәрігерге апарып оқытуға қорқып жүре береді да. Оның қорқатын ештеңесі жоқ, ол сізден шыққан анализ ба, просто оны дұрыс оқи алу керек. Я түсінемін, дәрігерге барған кезде дәрігерлердің уақыты болмайды, просто общий анализ кровидің өзін қарап талдайтын оның уақыты болмайды. Немесе оның настроениесі болмауы мүмкін, или болмаса ол да тағы басқа бір проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан әр показатель өзінің көрсететін негізгі функциясы бар. Мысалы гемоглобиннің өзі жоғары болу, төмен болу үлкен адамның ағзасында болып жатқан процестерді көрсете алады. Соның барлығын біз кітапта жоғары болса не болады, төмен болса не болады. Эритроцитте жоғары болса не болады, төмен болса не болады. Яғни бүкіл адамға, даже мектептің баласына түсінікті тілде жазылған нәрсе. Сондықтан анализ тапсырдыңыз ба, я дәрігерлер оқи алмауы мүмкін. Немесе жаңағы Инстаграмнан, немесе Гуглдан қараған кезде сізге қорқынышты нәрселер айтуы мүмкін. Бұл тіл именно интегративті, превентивті дәрігерлер қалай оқиды анализді. Сол тілде доступный бағада беріліп жатқан материал былай айтқанда. Мысалы мен өзім дамып жүрген кезде бұндай нәрселер ауадай қажет болғанда, но өкінішке орай бұндай нәрсе мүлде болмаған. Енді қазақ тілінде анализ талдауға байланысты бұл алғашқы кітап. Сондықтан ойлаймын, бұл біздің шөлде отқан қазақ қоғамына бір капля болатын шығар деп. Тек қана мамандарға ғана емес, жаңа медициналық мамандар емес, одан бөлек жаңа жалпы кез келген адамға бір көмектесетін, өзінің баласын қарай үшін, балам жағдайы қалай деген кезде түсіне алу үшін, немесе жолдасын, немесе бір бауырын, үлкен кісілерді даже үйдегі қарауға өте қатты көмектесетін кітап. Әрбір үйде болу керек кітап. Әрбір денсаулығына құрметпен қарайтын, анализ тапсырып жүрген адамды көру керек кітап қой. Қараңызшы, соңғы жылдағы статистикалық деректерге қараған кезде, жылына бізде 17-18 мың адам Қазақстанда қатерлі ісік ауруынан қайтыс болады екен, дүниеден өтеді екен. Олардың көпшілігінің негізгі себебі ерте анықтамауынан және емді созып жүре беруінен былайша алып қараған кезде. Жалпы осындай онкологиялық аурулар айтады ғой, жасырын болады, тек қана асқынған деңгейінде ғана білінеді деген секілді. Дегенмен де бір алғы шарттары бар ма? Немесе адамдар қандай бір сигнал бола бастаған кезде уже дәрігерге тексерілу керек, қаралу керек деген секілді сұрақ қой. Негізі осы общий анализ кровидің өзінен примерно онкологияға подозрение бар ма, жоқ па, оны көре алуға болады. Сосын бізде арнайы онкомаркерлер бар, тапсырылатын. Соларды қарау, УЗИ жасап тұру, УЗИ общебрюшной полости, УЗИ молочной железы, УЗИ омыты. Мысалы, ол жерде де, мысалы, образованияларды біз алдын ала көре аламыз. Біздегі ең үлкен қателік, ол онкологияның 3-ші немесе 4-ші стадиясында уже ауру жанға батқан кезде ғана біз жүгіреміз. Ана чекап тапсыру, базовый анализ деп қақсап шырылдап жүргенімнің де негізі түбі осы да. Өйткені жас бұрында біз ойлайтынбыз онкологиямен бір 50-60-ға келгенде ауырады деп. Бірақ қазір уже мен туылған балалар уже сондаймен туылып жатыр. Немесе уже 20-дағы, 17-дегі балалар. Мектеп жасындағы балалар, университет оқып жүрген балалардың арасында уже ол нәрсе жасарып кетті да. Өйткені ковид деген бізде үлкен аутоиммунды аурулар тудырды. Және осы ковид біздің иммунитетімізді өте қатты бұзды. Және қазір сол ковидтің әсерінен бізде аурулардың бәрі жасарып кетті. Поэтому бұл бір салдыр-салық қарай салатын, немесе бір кітаптың бір сатылым үшін айтылып жатқан нәрсе емес. Бұның бәрі шынымен де ішкі жан айқайдан шықты да. Яғни шынымен де бұл біздің бойдан шығып жатқан нәрсе. Сондықтан әрбір адам осындай тяжелый нәрселерді пропускать етіп алмас үшін жаңағы хотя бы базовый чекапты ең болмаса жылына 1 рет тапсырып өту өте маңызды.
Сол кезде алдын алуға жалпы білуге болады, алдын ала. Иә, бағалай аламыз біз денсаулығымызда не болып жатқанын. Бізде уже мысалы сойымыз жоғарылап, лейкоцит лимфоциттеріміз жоғарылап, гемоглобин түсіп кетіп жатса, уже подозрение, значит, организмде сбой басталды. Неден? Уже дальше қазамыз. Сөйтіп, кез келген нәрсені тауып, уақытысында анықтаймыз. Андай ғой, жаңа статистикалық деректер деп айтып қалдық қой, 200 мыңнан астам адам бар екен да, тіркелген. Қазірдің өзінде одан бөлек жыл сайын кемі 35 мың адамнан жоғары қосыла береді екен осы онкологиямен ауырғандардың қатарына деген секілді да. Шынымен де бір былай қараған кезде жаңа айтқандай ғой, бір қарасақ құрдасымыз, бір қарасақ досымыз, бір қарасақ бір жақынымыздың баласы, кішкентай балалардың өзі ауырып жатыр бұл нәрсемен. Осы дертпен деген секілді. Бірақ бір қандай да бір алдын алу шаралары. Әрине қазір экология бар, коронавирустың әсері бар, одан бөлек түрлі факторлар бар әсер ететін. Дегенмен де біз қалай алдын аламыз? Кез келген адам бір базалық деңгейін білу керек қой бұл нәрседе. Негізі не үшін болады? Ол в основном бізде окисление, яғни ағзада тотығу процесінен болады. Тотығу процесі неден? Ол біздің жаңа газированный напитоктарымыз, күнде жейтін фастфудтарымыз, әртүрлі жаңағы магазиннің бір 70% қазір мусорный еда деп айтамын да, мен кириешки, чипсы деген сияқты аузымызға салып жатқан нәрсе бізге пайда әкеле ме, әлде зиян әкеле ме? Соны біз ұғынуымыз керек та. Мысалы, қазір гориллада не қанша адам қайтыс болып жатыр деген сияқты. Поэтому ауызға салып жатқан нәрсе окисление әкеле ме, әкелмей ме, яғни тотығу процесіне әкеле ме, әкелмей ме. Соның бәрін біз мұқият қарауымыз керек. Одан кейін ұйқымыз қалай? Қазір мысалы бізде кешкі сағат 10 мен 2-ның арасында самый важный гормон мелатонин бөлінетін уақыт. Осы нәрсені біз ұтымды пайдалануымыз керек та. Мелатонин бізде өте мощный онкопротектор, яғни онкологияның алдын алатын немесе оны жолатпайтын гормон. Бірақ біз түнгі жұмысымыз наоборот түнде 10-да басталатын болса, өкінішке орай осының пайдасын ала алмаймыз. Қарапайым тегін процедура, но қазір жастар өкінішке орай онда ұйықта қалмайды. Наоборот, көп жастар 10-да жұмысы басталады, таңда ұйықтайды. Яғни түніміз бен күніміз ауысып кеткен. Одан кейін бізде спорт жоқ, почти. Қимыл қозғалыс аз. Адамда қимыл қозғалыс аз болған кезде бүкіл қан айналым жүйесі бұзылады. Сондықтан қимыл қозғалыс қосу керек, күніне 10 мың шақ жүру, немесе определенный бір спорттармен айналысу деген сияқты. Әр адам солай ойлайды ғой, мен денсаулығыма қараймын, жақсы, неменеге ауырам, бәрі дұрыс қой деген секілді нәрсемен. Бірақ дегенмен артынан өте көп жаңағы асқынулары, артынан шығып жатады барлық нәрселер деген секілді. Сондықтан қарапайым тілмен сіз өзіңіз дәрігер ретінде денсаулығын күтетін адамға қандай сипаттама берер едіңіз? Күшті сұрақ қойдыңыз ғой. Менде бір пациенттер болады да. Айдауықтарына мен қант жемеймін дейді да. Мен шай немен ішесің, вареньемен дейді да. Сол сияқты, бәрі айтады, ой, мен денсаулығыма қараймын, мынандай бат ішем, мынандай бір нәрсе ішем деп. Бірақ на самом деле денсаулығына қарайтын адам, ол денсаулығын Аллахтың аманаты ретінде құрметтейтін адам. Яғни ол күнделікті іс әрекеті, мысалы, денсаулықты бірінші орынға, бірінші приоритетке қойған адам ғой. Таңертең тұрғаннан бастап, мысалы, таңғы уақытта ерте тұру, ауыз қуысын дұрыстап жуу деген сияқты. Сосын лимфодренаж жаттығуын жасау, таңғы ыстық суын ішу, уақытысында ұйқыдан тұрып, уақытысында ерте ұйықтау, және тамақтың режимдерін сақтау. Таңғы ас, түскі ас, кешкі асын өзінің определенный уақытысында ішу. Тамақты күніне 30-40 рет шайнау, және жаңа дұрыс тамақтану. Тәтті нәрселер, мусорный еда деген нәрселер жемеу. Күнде спорты бар, 30-40 минут болсын, немесе 1 сағат, 2 сағат жаңағы 10 мың шақ жүру деген сияқты күнделікті өзінің денсаулығын жақсартуға арналған қадамдар жасап отыратын адам. Осы адамдарды айтатын, мен денсаулығына қарайтын. Және жылына 2 рет базовый чекап тапсыратын адамдар, олар денсаулығын күтетін адамдар деп айтатын. Мен бір байқағаным, денсаулығын жақсы күтетін адамдар көбінесе бірінші денсаулығын құртады. Содан кейін уже бірінші көреді ғой, денсаулығы жоқ қандай ужасный состояние екен. Немесе бір төсек тартып жатады, немесе бір ужасный бір 2 жыл вообще төсектен тұра алмай қалады деген сияқты. Содан кейін басынан үлкен бір сигнал алғаннан кейін, таяқ дегеннен кейін ғана дұрыстайтын адамдар көбісі дұрыс денсаулығын содан кейін дұрыстайды. Яғни қолда бар алтынның қадірі жоқ демекші. Денсаулық қолында болып тұрған кезде көп адам қадірін біле қоймайды. Айда Мұхтаровна, сіздер көптеген адамдармен жұмыс істейсіздер ғой, осы салада болғаннан кейін. Бір шынымен біреу өзі тигізбей ақ өзіңіз таяқпен жаңа тигізгіңіз келетіндей ситуациялар көп болады ғой, енді жаңа күйініп кететіндей деген секілді.
Осы жерде бір елестетіп көрейік, мысалы сіз бір министр болдыңыз, денсаулық сақтау министрі болдыңыз. Сол жерде бір міндетті бір нормативтер енгізу керек болса, сіз қандай дүниелерді, қандай нормативтер енгізер едіңіз? Мүмкін жаңа міндеттейсіз ба, адамдарға жаңа жыл сайын чекаптан өттіруді деген секілді. Өзіңіздің тарапыңыздан қандай бір дүниелерді реттегіңіз, жөндегіңіз келеді? Күшті сұрақ. Мен негізі садиктен бастап системаны өзгерткім келеді. Мысалы, балалар тамақты 6 айынан бастап тамақ ішеді ғой. Бірақ уже садик жасында жүрген балалардың тістерінің бәрін құртып кеткен. Содан кейін өтінде тасы бар. 1 жастағы, 2 жаста, 3 жаста балалар келген кезде мен кәдімгідей жүрегім ауырады. Олардың болашағы қалай болады? Біз уже оны 20-30-ға келген кезде тәрбиелеу поздно. Қазір тура солай бүкіл аурулар жасарып кеткен да. Сондықтан уже садик кезінде олар базовый чекап тапсыру керек. Дефициттері бар ма, оны уақытында толтыру керек. Садик кезінден бастап уже садиктерде үйретілу керек. Балаларға, мысалы, әріптер бір нәрселер үйретеді ғой. Жаттау үйретеді. Жаттау деген. Тура сол сияқты тамақтанудың, дұрыс тамақтану гигиенасы туралы бір 15-20 минуттық сабақ қосылу керек та. Яғни солармен бірге тәрбиеші отырып, міне тамақты осылай ням-ням деп 20 рет, 30 рет, 40 рет шайнаймыз. Бірге шайнайық деп па? Бірге шайнайық деп. Немесе сол тамақты шайнаған балаларға, көп шайнаған балаларға бір сыйлық беріп деген сияқты мотивация берсек, біз уже ана баланың тісіне кариес түспеуіне себеп жасаймыз. Біріншіден. Тісі уже бриллиант қой, тіс деген негізі молочный зубты сақтау. Қазір балаларды қарайсың, уже бетіне қараған кезде уже печально да, тістерін бәрі қап-қара құрт жеп қойған ше. Уже тісі құрт жеген баланың іші точно хаос болып жатыр деген сөз ғой. Ондай балада точно денсаулық дұрыс емес. Ол уже тісі айтып тұр да ол нәрсені. Одан кейін уже ол баланың ішегімен жұмыс жасау керек. Мынау уже проблема көбейеді. Сондықтан осы нәрсені алдын алу үшін садиктерде дұрыс тамақ берілу керек. Всякие жаңағы тәттілер, ботқа деген сияқты нәрселерді орнына жаңағы бұрынғы қазақтар қалай тамақ ішті. Сорпа, қымыз, шұбат, костный бульон, құрт деген сияқты. Сүйек мүжіді деген сияқты. Сүйек мүжі, құйрық май деген сияқты нәрселер уже біздің балабақшамыздың рационында болу керек та. И содан кейін уже мектепке. Ол садиктен алынмаған нәрсені олар уже мектепте оны фиксировать етіп, уже олар мектеп кезінде әдет болып кету керек та. Олар да таңертең тұрып жүгіру, немесе тез жаттығуларын жасап алу, тек қана дұрыс тамақтану, фастфуд дегендер жемеу деген нәрсе мектеп жасында олар әдетке айналу керек. И спорт кәдімгі каждый үйде ол дағды болу керек та. Таңертең бәрі тіс жуатын сияқты? Иә, тіс жуатын сияқты. Ол нәрсе кәдімгі бәріміздің, біз мысалы не істейміз ғой, жаңағыдай киноға барамыз. Ол әдет, мысалы, әрбір суббота, воскресенье кинотеатрдың бәрі толып отырады. Немесе біз ұмытпайтын нәрсе, телефон шықпауды ұмытпаймыз деген сияқты. Бірақ біз дұрыс әдеттерді сол үшін тастап қоямыз да. Біз спорт бастау керек деп жүрген адамдар бар, уже 30 жылын өтіп кеткен, 40 жылын өтіп кеткен деген сияқты. Соның бәрін біз уже кішкентай бала кезімізден қалыптастырсақ, кейін де оңай болады, есейген кезде де оңай болады. И олар мысалы базовый чекаптарын кішкентай күннен тапсырып отырса, уже оның дәрігерге де ыңғайлы. Мысалы олардың бір семейный дәрігер болуы мүмкін. Мысалы менде сондай семейный қаралатын отбасылар бар да. Уже мамасы мен папасын білгеннен кейін ана балалардың несін біліп тұрасың ғой. Жағдайын ба? Не болуы мүмкін, не болмауы мүмкін десеңіз. Өйткені мамасының айнасы ғой бала. Міне мамасы қандай, бала тура сондай. Немесе одан сәл-сәл хуже болып келуі мүмкін да. Мамасының бүйрегі ауыра ма, баласында бүйрегі ауырады? Один в один болады. Мамасында зрениесі нашар ма, баласында деген қарапайым дүниелер, артын айтпаған кезде деген сияқты. Сондықтан осы нәрселерді мен негізі жоғарғы жақта отыратын болсам қатты қолға алатын. Және мысалы мынандай анализ талдау, сен салың сен миллиондарың деген сияқты кітаптар, мысалы біз өте қаншама уақытымызды құртып, қаншама ақшамызды құртып, біз оны мемлекет бізге мүмкіндік берген жоқ қой оларды оқуға. Оның бәрін қаншама өзіміздің жинақтадық. Сондай нәрселерді халыққа көбірек беріп, таратып,
жалпы халықтың денсаулық туралы сауатын ашуға біраз жұмыс жасайтын едім. Енді мен қазір өзім шамамда жасап жатырмын ғой, бірақ тек менің жүгіргенім еш нәрсе болмайды ғой. Оны кәдімгі біз андай мемлекеттік уровеньде қолға алуымыз керек та. Яғни біз қай уақытта дамыған мемлекеттердің қатарына оңай кіріп кете аламыз, біздің деніміз сау болған кезде ғана. Ал неге біз қазір артта жүрміз? Өйткені біздің қаншама қаражатымыз жаңа учеттағы пациенттердің дәрілерін қаражаттандыруға, жаңа инвалидтерге кетеді қаншама қаражат деген сияқты да. Бірақ соны біз орнын ауыстыра аламыз ғой. Яғни біз наоборот оны профилактикаға жұмсайтын болсақ, онда вообще жер мен көкте өзгеріс болады да. Айырмашылық болады. Мысалы, анастасия кітабының өзінде айтылады ғой, гормондармен жұмыс істеу, жаңағы витаминдермен жұмыс істеу деген сияқты, қайсысы нормада емес, немесе көтеріліп кеткен, жоғарылау деген секілді. Қарапайым түрде, мысалы бір қазір көп қой адамдар айтады, мен выгорание болып кетті, мен шаршаймын, өмір ұйықтай бергім келеді, жата бергім келеді, мен жалқаумын дейді адамдар, бірақ негізі жалқау емес қой ол. Жалқау емес негізі. Ол белгілі бір, білмеймін, мүмкін темір жетіспей тұрма, мүмкін ферритині, мүмкін бір тағы да басқа бір диагноздар бар шығар өздерінің деген секілді. Демек, біздің егер әр адам мен бастап, сіз бастап, мына жердегі әрбір көрермен бастап өзінің денсаулығын дұрыстайтын болса, демек ол біздің ар жағындағы стратегически қарасақ, мемлекетіміздің де күшіне алып келеді ғой. Шаршамайтын, жалқауланбайтын, өзіне өзі қарайтын, жаңағыдай оқитын азаматтары бар ел тезірек дамиды деген. Сапалы жұмыс жасайды. Әр маман сапалы жұмыс жасайды. Просто мен өзім неден байқадым, сапасыз жұмыстарды. Енді менің командамда бірнеше адам бар ғой. Мысалы, бір мобилограф мені бір іс-шарамды жүргізуге келген кезде құлап қалды. Кабинетіме келді, сәл ыстық гипоксия болды, сәл ыстықтау. И ана состояниені көтере алмай, прямо міне видеоға түсіріп тұрған жеріне құлап қалды да. Бұның бәрі сигнал ғой негізі. Яғни демек, ондай жастар көп деген сөз да. Мысалы, бір жас қой десеңізші ол әлі. Жас, әлі тұрмыс құрмаған, просто міне енді жұмысын бастап жүрген адам келді, просто жұмыс жасап тұрған кезде құлап қалды. Бұл не деген сөз? Яғни бұл бала оған дейін өзінің соны қарамаған, өзіне анемияны выявить етпеген, оған мән бермеген, и конце концов уже сондай состояниеге жеткен да. Яғни гипоксиядан құлауы мүмкін, немесе мен точно білмеймін, но примерно ода железистая анемия көзіне көрініп тұр да, бет аузынан. Сол сияқты ғой, енді ондай адам дальше қалай жұмыс жасайды? Яғни біздің әр маманның геннің сау болуы біздің үлкен нығметіміз ғой негізі. Яғни адам дені сау болған кезде өзінің жұмысын махаббатпен сапалы жасайды. Мысалы, мынандай дүние ғой, демек бұл нәрсе, жаңа анализдер талдай алу деген нәрсе, ең бірінші ана баланы қайталайды дедік қой жаңа. Демек әр ана бірінші білу керек, баласында не болып жатыр, өзінде не болып жатыр деген сияқты. Енді біз аналардың жауапкершілігі онсыз да көп қой, бірақ соның өзінде бұл негізгі жауапкершіліктердің бір ретінде қарастырылу керек. Бірақ аналарға айтатын, бала деген үлкен бір проект қой негізі. Осы проект пайда болмай тұрған кезде соның алдын алған дұрыс та. Яғни бала қандай жатырда, ол өседі. Ол жерде витаминдері бар ма, жоқ па, микробиотасы нормаль ма, нормаль емес па, өтті толған ба, толмаған ба деген сияқты. Яғни ол бала өзінің қалаған идеальный, салауатты, салихалы, денсау ұрпақ дүниеге әкелу үшін бірінші оның жататын жерін күшлеп тұрып дайындауымыз керек та. Негізі исламда да бар ғой, жаңағы ер адамдарға қатысты. Балаңның жататын жатырын дұрыс дайында дейді, таңда дейді. Тура сол сияқты баланың жататын жатырын дұрыс дайындау керек. Содан кейін ол ата-ана, мамасы мысалы ертең жүгіріп жүрмейді. Өйткені қазіргі уақытта ЗР, ЗПР, алалия деген сияқты проблемалармен жүгіріп жүрген әйелдер өте көп. Ол уже сәл-сәл поздный жағдайда. Яғни ол до беременности жасаса, бәлкім ол ондай энергия, ондай уайым, ондай қайғы, ондай проблема болмайды. Ондай стресс болмайтын. Зато ана баланың күшті состояниесімен адам бақытты болып, баланың тәттілігін сезіне алады да. Ауру бала дүниеге келсе, Құдай сақтасын, бізде өміріміз тозаққа айналады ғой. Уайым ғой, жүрекке салмақ. Басқа тірлікке ешқандай желаниең болмайды. Толқын болмайды. Тек қана сол баланың тірлігімен кетеді, проблемасымен. Сондықтан осындай нәрсе болмас үшін тек қана әйел емес, ер адамдар да бұл нәрсеге жауапты да. Еркектер де, әйелдер де именно жаңағы баланың дүниеге келуіне бірінші дайындықпен бару керек.
Сол кезде екі тараптан да дайындық болған кезде жаңа дені сау баланың дүниеге келу несі деңгейі жоғарылайды да. Мысалы қарапайым Б тобындағы Б9, Б12 дәрумендердің жетіспеушілігі уже неврологиялық ақауларға келуі мүмкін. Ол тек қана әйелден берілмейді ғой, яғни 23 хромосома ер адамнан, 23 хромосома әйел адамнан беріледі. Бізде қоғамда андай бар да, тек қана баланың денсаулығына әйелдің денсаулығы ғана қатысты сияқты. Хотя ер адамнан да келетінін ұмытып кетеді да. Яғни ер адамнан дұрыс сперма бармаса, соответственно, дұрыс бала келмейді деген сөз да. Поэтому екеуі бірге дайындалу керек. Обязательно жаңа инфекцияларға тапсыру керек. Оны біз тоже кітапта айтқан болатынбыз да. И жалпы тұрмыс құрмай тұрып, жыныстық қатынасқа бармай тұрып, инфекцияларды тапсырып алған абзалырақ. Өйткені мен практикамда өте бір жаман случайлар болған. Мысалы, спидпен ауырған ер адам айтпаған, бірақ әйел адам білмей тұрмысқа шығып, соңында әйел де жаңа ер адам үшін спидпен жұқтыртты. Ең сорақысы олардан шыққан балада сол нәрсені дүниеге келген балада спидпен туды. Сондықтан осындай нәрсе болмас үшін негізі қазір Аллаға шүкір дамыған заманда бәріміздің қауіпсіздігіміз маңызды болғандықтан көпте бір қатты қымбат нәрсе тұрмайды, но осы нәрсені бірінші қолға алу керек деп ойлаймын. Өйткені қазір ауруын жасырған адамдар өте көп. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр, Аллаға шүкір. Бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.